Замзам суы ішкен андай обычный су сияқты емес. Мен бұрын замзам суын мысалы мама алып келген кезде ішкен кезде честно ұнамайтын. Өйткені ана любая вода умирает же в бутылке. Ага. И маған анау қызық дәмі шығып тұратын. Не мынау қалай мынау деп Сухой короче. кішкене, Иә, иә, иә. иә. А потом мен ар жақта істедім, ар жақта прям бұлақтан ағылып тұрады ғой. Четко. Алып ішкен кезде ме сразу? Салқын, иә. И бір заметил просто замечание. Кіші дәретке вообще не пробивает. Ішесің, іше бересің, сіңе береді ғой. Мен не слышал енді до бедра ол уже сынып тастайды деп. Получается, мен анда құлшылық жасап жүрдім, мен прям вообще по возможности бүкіл уақыт намаз сол мешітте өткіздім. И сол өткізгенде тек су ішем, айран ішем барып магазиннен. Болды, прикинь, замзам суы топ. Жаңағыдай нәрсе бар ғой, бір өзі бір грубо бір апта ғой, и асқазан кішірейіп қалады ғой кішкене размермен. Сол да бар ғой, иә. Да. Вот, Меккеден келген соң сәл чуть-чуть қызық болып келесің. Себебі ар жақта приоритет басқа адамдардың. А мына жаққа келесіңде уже приоритет уже дүние, общение, вот это бар ғой. Сен оның бәрін көріп тұрасың. Нет, у людей. Понимаешь, и чуть-чуть. Ар жақта ондай нәрсе жоқ. Ол жақта ты байсың ба, кедейсің ба, әдемісің ба, ондай вообще жоқ. И мында келіп чуть-чуть адаптация чуть-чуть болды. Но мында келіп вот аштық сезілді маған.